Бауыржан Алиұлы марқұм ұстазымыздың айтып берген бір ғибратты оқиғасы есіме түсіп отыр. Түрік елінде жұма намаздан кейін имам тұрып жамағатқа көршілес елде қиналып жатқан, ата-анасыз жетім қалған, табиғи апаттан зардап шеккен балаларға көмектесейікші, ішерге асы, киерге киімі жоқ екен, қиналып жатыр дегенді естіген жамағат қолындағы қалтасындағы бар ақшасын ортаға тастап, имам барлық кеткеннен кейін қаражаттар жинап жатса, ішінен балаларға арналған автобустың билеті шығады. Мынау біреудің қалтасынан түсіп қалыпты ғой деп жүгіріп далаға шықса, жаңбырдың астында бір кішкентай бала кетіп бара жатыр екен. Балақай, мынау сенің билетің ба десе, иә депті. Міне ала ғой, қалтаңнан түсіп қалды ма десе, жоқ, мен әдейі бердім. Бүгін мен жаяу бара салайын. Ал бірақ ар жақта қиналып жатқан бір бала автобуспен барсыншы деп қалтасындағы барын беріп кеткен екен. Осы әңгіме елде тарап кетіп, кейін бұл билет аукционға түсіп, ең қымбат бағаға сатылады. Және сол қаражат сол қиналып жатқан жетім балаларға аударылады екен. Қараңызшы, керемет оқиға. Амалдан ниет күшті ағайын.